Егемен Қазақстанда ашылған ең бірінші театрдың бірі Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ театры. Театр Павлодар қаласында, Ломов көшесі 140 үйде орналасқан. Павлодар қаласындағы қазақ ұлттық театр өнерінің тарихы 1938 жылы басталды. Сол кезде ертіс өзеншілерінің Құйбышев атындағы драма үйірме клубының негізінде Қазақ драма театры ашылды. Оның бірінші спектаклі болып, Мұхтар Әуезовтың Айман Шолпан комедиясы көрсетілді. Дегенмен тұрақталған репертуары мен танымалдылығына қарамастан 10 жыл өткен соң театр жабылды. Театр 40 жыл өткен соң қайта күшіне кірді. 1990 жылы 7 желтоқсанда қайта ашылды. Тұсаукесер маусымы қайтадан Айман Шолпан, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері Ерсайын Тәпеновтың қойылымында спектаклінен басталды. Осы қазақ классикасының туындысы театрның өзіндік визит карточкасы болған. 1990 жылы Павлодар облысының әкімінің шақыруы бойынша Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрды құруға Қарағандыдан келген мәдениетке еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері, басты режиссер Ерсайын Тәпенов, Сетжан және Роза Тәжібаевтар, Сансызбай және Алма Бекболаттықтар, Амангелді Жүке, Жезқазған театрынан келген Мұхтар Манапов, белсенді қатысқан. Кейін театр Қазақ өнер институтының дарынды түлектерімен толықты. Қазіргі кезде олар көрнекті актерлері болып табылатын Мұхтар Байжұманов, Талжыбек Атамбет, Иманғожа Бақтыбек және тағы басқалары. Театр ашылғаннан кейін бірден Жүсіпбек Аймауытовтың атын алды. Театр қызметкерлері мен Павлодар қаласының тұрғындары қуана-қуана бастамаларын көрсетіп, ұлы жерлестің есімімен атауға келісімін берген. Жүсіпбек Аймауытов дарынды адам болған. Ол ақын және драматург ретінде болды. Проза мен әдеби қазақ тілінің дамуына аса құнды үлес қосты. Жүсіпбек Аймауытовты театрмен жақындастыратын басты нәрсе, ол қазақтың сахна өнерінің негізін салушысы болып табылатыны. Қазақ драматургияның басында тұрып, қазақ сахнасында режиссер қоюшы болды. Ол алғашқы театр топтарының ұйымдастырушысы ғана емес, сонымен қатар оларға тікелей қатысқан адам болып табылады. 1917 жылы 17 желтоқсанда Семейде өзінің Рабиға атты пьесасын қойды. Сұлтан Махмұд Торайғыровқа арналған драма туындыларының бірі Шернияз туындысы қала мен ауыл арасындағы қатынасты көрсетеді. 2010 жылы Жүсіпбек Аймауытов атындағы Қазақ музыкалық драма театры өзінің 20 жылдығын атап өтті. Сол жылдардың ішінде ол елдегі үздік театрларының бірі болып, қазақ ұлы драматургтың есімін алғандығына лайық болғаны бірнеше рет дәлелдеді. Бүгінгі күнде театр репертуары отандық және алыс жақын шетелдік драматургтердің шығармасынан құралған. Олардың ішінде Имре Кальманың Сильва, Флориман Эрвиннің Мадемуазель Нитуш, Антон Чеховтың Шағала, Йоган Штраустың Жарқанат, Еврипидтің Медиа, Уильям Шекспирдің Лир патша, Авксентия Цагарелидің Ханым, Моллердің Сараң және тағы басқа қойылымдары бар. Театр сәтті түрде Мәскеу, Ленинград, Омбы, Новосибирск, Алматы, Астана, Петропавл, Талдықорған қалаларына гастрольге барып жүрген Шабыт шығармашылық жастарының 7-ші халықаралық фестивалінің және Каир қаласындағы экспериментальдық театрларының 7-20-ші халықаралық фестивалінің лауреаты болды. Әр маусым сайын Жүсіпбек Аймауытов атындағы театр көрермендерді жақсы спектакльдермен қуантуға дайын. Ол өнерді шын жүректен сүйетін көрермендер үшін әрқашан ашық.